Сәлем достар, сіздермен бірге Дулат. Және де мен бүгінгі видеомда мен сіздерге "Менде бәрі жақсы" дегенмен атты өлеңге разбор жасаймын. Разборды бастамас бұрын мен сіздерге сол әнді орындап берейін. Менде бәрі жақсы дегенмен көздеріңнен мұнда көрдім мен, қалпымда тұршы қозғалмай, елжіретеді сол бейнең. Менде бәрі жақсы дегенмен көздеріңнен мұнда көрдім мен, қалпымда тұршы қозғалмай, елжіретеді сол бейнең. Бәнде тағы да басқа әрі қарай аласың. Ең басты аккордтарға келсек, бұнда ең бірінші аккорд D аккорды. Және де мына жақта суретін көрсетемін. D, сосын A, сосын HM, немесе BM, екінші латта баре арқылы нижняя посадкамен. Және де үшінші латта G аккорд, верхний посадка баре арқылы. Немесе бұлай. Бірақ сіздерге кеңес беремін, баремен істеген жақсырақ. Енді ең басында аккордтар жай ойнаған кезінде бірінші, екінші, үшінші струнаны бірге тартамыз. Міне D аккорд. Менде бәрі жақсы дегенмен көздеріңнен мұнда көрдім мен, қалпыңда тұршы қозғалмай, елжіретеді сол бейнең. Енді бойға келгенде бой былай. Енді солай тартамыз. Аккордтар дәл осы 4 аккорд қайталана береді. Ал енді сіздермен болған Дулат. Егер осы видеом сізге көмегін тигізсе, каналға тіркеліп, комментарий қалдырып кетіңіздер.